20 қараша бала құқығының қалыптасуындағы маңызды кезең. Бұл күні 1959 жылы Бас Ассамблея бала құқықтары декларациясын, ал 1989 жылы бала құқықтары туралы конвенцияны қабылдады. Әр түрлі жастағы балалар әр түрлі нәрсені армандайды. Питер Пен сияқты ұшу, әдемі ханзадамен кездесу, радио басқаратын тікұшақ немесе қуыршақтар жиынтығы. Мүмкін олардың құмарлықпен алмайтын құпия арманы бар шығар. Немесе керісінше, барлығы қалайтын ашық арман бар. Мереке қарсаңында біз олардың бүгін не армандайтындарын сұрадық. Балалар жауаптары олардың арман тілегі. Есімдеріңіз кім? Толғанай Аружан. Толғанай Аружан, сіздердің армандарыңыз қандай? Менің арманым журналистика болу. Мен қазіргі таңда әдебиет және де қазақ тілі деген сабақтарды жақсы оқуға тырысып жүрмін. Және де болашақта әлемге танымал журналистика боламын деп ойлаймын. Өте керемет арман. Аружан, сіздің арманыңыз? Менің арманым дәрігер болып, болашақта ата-анамды асырап, мектепке апарып. Өте керемет арман деп ойлаймын. Рахмет. Сәлем, есімің кім? Үнжі, өте әдемі есім екен. Сенің арманың қандай? Отбасым аман болсын. Өте керемет, отбасын жайлы ойлайды екенсің. Молодец, рахмет саған. Сәлем, қыздар, есімдерің кім? Нұрайжана секілді екенсің де. Сендердің армандарың қандай? Дәрігер болып, өте керемет. Сенің арманшы? Ұстаз, балаларды оқытқым келе ма? Өте керемет. Міне сендерге. Молодец. Сәлем жігіттер, есімдерің кім? Ислам. Сенің ше? Бағдәулет, өте керемет. Сендердің армандарың қандай? Менің арманым ата-анам аман болсын, және қарындастарым, ата-аналарымды мені және асырай берсін. Е, керемет, тағы? Және бай болсын. Өте керемет. Сен жасың қаншада? 8-де, ол жыл отбасы жайлы ойлайсың, молодец. Сенің арманың қандай? Велосипед алу? Вообще күшті. Молодец жігіттер, сендерге бір Көптеген ересектер қазіргі балалар материалды көбірек армандайтынына сенімді. Өзгерген өмірдің өзі оларды осыған итермелейді. Сіз армандай алатын көптеген заттар мен ойыншықтар бар. Сондықтан олар ата-анасынан жаңа компьютер немесе ақылы ұялы телефон сұрайды. Алайда шын мәнінде балалар көбінесе бейбітшілік, отбасы және достық туралы ойлайды. Бала өседі, өзін жақсы біледі, тілектері көбейеді. Сондықтан бір арманның артынан бір арман келеді, деп түсіндіреді балалар психотерапевті Дарья Кремова. Армандар балаларға өздерін сезінуге, қайда бару керектігін таңдауға мүмкіндік береді. Әрбір қазақстандық баланың амандығы елдің жарқын болашағының кепілі. Барлық азаматтар кішкентай қазақстандықтардың өмірін қауіпсіз және жайлы ету үшін бір тұтас болуға тиіс.